сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Және осы сабақтағы тақырыптарды жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе көшіріп алсаңдар болады. Әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі. Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. 64-ші тапсырма. Мақал мәтелді оқып жатқа жаз. Еңбек түбі береке, көптің түбі мереке. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның тынысы. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Сөйлемдегі тыныс белгілердің қойылу себебін түсіндір. Әр тыныс белгінің өзіндік ерекшелігін айт. Сөйлемдегі тыныс белгілердің қойылу себебі бұл жерде екі жай сөйлемнен құралған құрмалас сөйлем болғандықтан сөйлемде үтір тыныс белгісі және сызықша қойылды. 65-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Бір топ бала іске жұмыла кірісіп, коньки тебетін мұз айдын жасап жатты. Олар алаңның қарын күреп тегістеді. Мұз айдын дайын болғаннан кейін балалар конькилерін аяқтарына байлап сырғанақ тебуге кірісті. Одан кейін екі топ құрып хоккей ойнамақшы болды. Құрмалас сөйлемдерді көшіріп жаз, олардың жай сөйлеммен өзгешелігін түсіндір. Құрмалас сөйлем мен жай сөйлемнен өзгешелігі. Құрмалас сөйлем екі жай сөйлемнен немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған болады. Жай сөйлем тек екі немесе үш сөзден құралған сөйлем болып келеді. Бұл мәтіндегі құрмалас сөйлем бір топ бала іске жұмыла кірісіп, коньки тебетін мұз айдын жасап жатты. Және олар алаңның қарын күреп тегістеді. Мұз айдын дайын болғаннан кейін балалар конькилерін аяқтарына байлап сырғанақ тебуге кірісті. 66-ші тапсырма. Берілген сызба бойынша сөйлем құрап жаз. Оның жай сөйлем немесе құрмалас сөйлем екенін айт. Бізде бірінші сызба жай сөйлем болады, өйткені бұл жерде бір ғана сөйлем бар. Сөйлем құрай кететін болсақ, балалар коньки тепті. Екінші сөйлеміміз бізде құрмалас сөйлем болады, яғни бұл сөйлемде екі сөйлемнен тұратын жай сөйлемді біз құрмалас сөйлем дейміз. Құрмалас сөйлем құрай кететін болсақ, балалар коньки теуіп жүріп, сырғанап құлап түсті. Үшінші сөйлемге келетін болсақ, бұл да бізде құрмалас сөйлем. Балалар мұз айдынына барып, коньки тепті. 67-ші тапсырма. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Еңбек етсең ерінбей, үтір, тояды қарның тіленбей, нүкте. Жақсы адамға жау жоқ, үтір, адал достық алтыннан қымбат, нүкте. Еңбек адамның бағын ашады, спорт адамның әрін ашады. Сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Жазған кезде құрмалас сөйлемнің құрамындағы сөйлемдердің арасына қандай тыныс белгісін қоясың? Бұл жердегі сөйлемдер еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей бізде құрмалас сөйлемге жатады, және еңбек етсең ерінбей дегеннен кейін үтір болады. 68-ші сурет бойынша әңгіме құра. Осындай келеңсіз жағдайды көрсең не істер едің? Суреттегі балалардың әрекетіне өз пікіріңді білдір. Бұл жерде жұмысшы ата аула сыпырып жүреді, және балалар қолдарындағы бутылканы жерге тастай салып
айналаны ластайды. Мен осы балалардың орнында болғанда атайға көмектесіп жіберетін едім. Және қолымдағы мусорды арнайы қоқыс жәшігіне апарып тастайтын едім. Бұл жердегі балалардың іс-әрекеті өте орынсыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп кетейік.